Құрметті үміткерлер, бүгін біз судья лауазымына конкурстық іріктеу шеңберінде сұхбаттан өтуге қалай дайындалу керектігін және өз құзыреттерін көрсетуді айтамыз. Құзыреттер бойынша сұхбат бұл судья лауазымына конкурстық іріктеудің маңызды кезеңдерінің бірі. Оның мақсаты судья лауазымындағы қызметті тиімді жүзеге асыру үшін үміткердің қажетті жеке қасиеттерінің болуын анықтау. Сұхбат нәтижелері ол өткен күннен бастап 3 жыл бойы жарамды. Сұхбат сіздің нақты кәсіби тәжірибеңізді талдауға негізделген. Сол себепті оның ретін түсіну маңызды. Теориялық білім емес, сіздің мінез құлқыңыз бен іс-әрекеттеріңіз бағаланады. Сондықтан да дайындық кезінде соңғы 1 немесе 2 жылдағы жұмыс әрекетінен аяқталған мысалдарды еске сақтаңыз. Нақты не істегеніңізге назар аударыңыз. Сұхбат 3 негізгі құзыреттілікті бағалайды: шешім қабылдау, жоспарлау және тиімді коммуникация. Шешім қабылдау құзыреттілігі сіздің фактілерге негізделген шешім қабылдау қабілетіңізді, қабылданған шешімдер үшін жауапкершілікті сезіну, белгісіздік пен эмоционалды шиеленіс жағдайында тиімді шешім табу мүмкіндігіңізді көрсетеді. Жоспарлау құзыреттілігі сіздің іс-әрекетіңізді жоспарлау және басымдық беру, жоспарларды іске асыру үшін ресурстарды басқару қабілетіңізді көрсетеді. Тиімді коммуникация бұл ойларды жазбаша және ауызша түрде жеткізе білу, сенімді дәлелдерді келтіру және құру мүмкіндігі. Практикалық кеңестер. Сұхбат алдында әр құзыреттілік бойынша кәсіби қызметтің бірнеше мысалын еске сақтаңыз. Жауаптардың құрылымын ойластырыңыз. Жалпы сөз тіркестерінен аулақ болыңыз. Нақты сөйлеңіз. Сұхбат кезінде мәні бойынша жауап беріңіз. Теорияға кірмеңіз. Сенімді және сабырлы болыңыз. Егер сұрақ күрделі болып көрінсе, жауап беру үшін үзілісті алуға рұқсат етіледі. Құрметті үміткерлер, сіздерге конкурстық іріктеу кезеңдерінен сәтті өтулеріңізді тілейміз.